Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Берік шешесі екеуі ғана тұрады. Әкесінен жастай жетім қалған. Бұдан алдыңғылардың бәрі қыз еді. Олар әлдеқашан тұрмысқа шығып кетті. Жасы 22-ге келсе де үйленбеген. Қой аузынан шөп алмас момынның дәл өзі. Шешесі де өзі секілді сөзге сараң адам. Ешкіммен шатағы да шаруасы да жоқ, жуас пенде. Анасы екеуінің ашылып сөйлескен кездері сирек. Үнсіздіктен қалай жарылып кетпейтіндеріне таң қаласың. Балам, қашан үйленесің дейді кейде анасы. Бұл мұрнының астымен қоңқ ете қалады. Үйленеміз ғой. Болды, осымен әңгіме тамам. Әрі қарай дамымайды. Басқалар секілді баласының жер-жебіріне жетіп ұрсуды да білмейді. Жарықтық шеше. Үйде сөзге сараң Берік достарының арасында да солай. Отырыс жиындарда достары арақ құйса, қолдарын қақпайды. Ішеді де отыра береді. Ешқашан араққа тойып алып өзгенің жағасынан алған пенде емес. Тойға қалай барады, бөтелкелеп ішсе де, тойдан солай сап-сау күйі қайтады. Оншалық сөйлеп, белсініп жарытпайтын оның бар жоғы достарына анау айтқандай біліне бермейді. Бетегеден биік жусаннан аласаның нақ өзі. Өмірі де өзінің болмысы секілді бір қалыпты сарынмен өтіп жатты. Тек тосыннан келіккен бір жағдай мұның өмірінің астан-кестеңін шығарып жіберді. Бәріне ішкілік кінәлі. Дұрысы, ішкен өзі кінәлі. Достарымен жолыға қалған ол, тағы да достары құйған ішімдікті сіміріп отыра берген. Бұл жолы екі иығына екі мінгендей, еңгезердей қанша ішсе де мас болмайтын Берікті достары әп-сәтте мас қылып тастады. Берікті тез мас қылудың жолын мен білемін деді. Бағана достарының бірі шарап ішердің алдында. Қалайша деді екіншісі. Бұлай жасаймыз. Ол ішіп отырған шарапқа темекінің тұқылын тастаймыз. Тез қылжияды. Олай бола ма екен, ұят емес пе? Несі ұят? Ол да бір мәрте өлесі мас болып кетсін де. Осылайша үш дос бас қосқан. Мектеп бітіргендеріне 5 жыл толатын кездесуді қалай өткіземіз, соған ақылдасайық деп, сылтаумен 1 литр шарапты ортаға алған Берікке білдірмей темекінің тұқылын қосып беріп отырды. Берік тез сыр берді. Тәжірибелері сәтті жүзеге асты. Әрі-беріден соң анау-мынауға мың кетпейтін Беріктің сөйлеуге тілі келмей күрмелді де қалды. Екі досы үйіне жеткізіп салмақ болып еді, өзім-ақ барамын деп орнынан өздігінен тұрып, сүйемелдемек болған бұларды қолымен жасқап итеріп, өзіне жақындатпай, үйіне қарай теңселе басып жүре берді. Көшедегі ит атаулыны шулатып, өз аяқтары өзіне әзер бағынып қисалаңдап, Берік кетіп бара жатты. Егер ол үйіне тұп-тура барғанда, бұл әңгіме айтылмастай еді. Бірақ олай болмады. Сорына тартып тұрған шығар, есі кіресілі шығасылы. Берік өз үйім екен деп, көршісі Сабырдың үйіне кіріп кетеді. Көршінің ауласында адасып жүріп, тауық қораның есігінің алдында тұрған шылапшынға сүрінді де, тауық қораның есігіне соғылып гүрс етіп құлап түсті. Қорадағы тауық біткен үркіп, қаңқылдап, оған абалаған иттің дауысы қосылып, аула азан-қазан болды. Есін сол сәтте бір жоғалтып барып жинады да, қайтадан тырбынып, тұра алмай жатқан кезде үй иесі Сабыр жүгіріп жетіп келді. Әй, бұл қайсың? Сабырдың даусы жеті түнде жаңғырып шықты да, көше иттері одан бетер шулай түсті. Шарап буын-буынынан шырмап алған Беріктің оған жауап берер жағдайы да жоқ еді. Қайда жүргенін өзі де білмей, орнынан көтерілуге әрекет жасады да, тағы да тауықтың қорасына соғылып, тауықтарды тағы да шулатты. Үй иесіне оның бұл жүрісі тауық ұрлағалы жатқан адамның тірлігі секілденіп кетті. Әй, кімсің деймін? Өзімен өзі әлек болып жатқан Берік көршісінің бұл сұрағына да жауапсыз қалдырды. Келе сала, жұлпынған көршісі Берікті таныған соң барып: Берік, сен не қып жүрсің бұнда?
Берік бірдеңе деп түсініксіз мыңғырлады. Ой, мынау өлемас қой, деп Сабыр мұның халін енді білді. Көршісі орнынан тұрғызбақ болған. Еңгезердей немеге шамасы келмеді. Буын-буынынан әл кеткен Берік орнынан екі ұмтылып әзер тұрды. Тұрды да көршісінің ауласына жазатайым кіріп кеткенін сонда ғана ұғынып, тағы да теңселе басып, үйіне қарай кіріп кетті. Үйіне барды да сәкіде шешесі әлдеқашан салып қойған төсекке құлай кетті. Таңертең Берікті күндегідей анасы емес, ауылдың милициялары оятты. Түндегі ішкіліктен басы сынып жатқан бұл бірден тұра қоймай милицияның қолын қағып жіберді де әрі қарай аунап түсіп, қайтып ұйықтады. Милициялар оның еркелігін көтеруші ме еді? Тағы да жұлқылап: "Тұрыңыз, тұрыңыз" деймін. Осы кезде ғана оянып жатқан өз анасы еместігін аңғарған Берік амалсыздан көзін сығырайтып бұларға қарады. Милиция формасындағы адамдарды көріп, есін тез жинап жастықтан басын көтерді. "Тұрыңыз, біз сізді әкетеміз." "Неге?" "Тұрыңыз, сізді штабқа алып кетеміз." "Мыналардың есі дұрыс па? Штабқа әкетем деген есі?" Дегендей Берік бұларға сұраулы көзбен қарады. Мән-жайды милициялар жігіттер әзер ұқтырды. Сонда ғана есін толық жинап, өз-өзіне келген Беріктің көз бақырайып кетті. Арыз тауық ұрлаған нес. Бұлардың жанына келген анасы да астапырласымен бисмиллясын айтып зәресі ұшты. Көршісі Сабыр таң атқаннан тауығымды ұрламақ болған жерінен ұстадым. Өлемас, өзімді боқтады, ұрды, соқты деп мұның үстінен арыз жазып үлгеріпті. "Өй, бармаймын мен, білгендеріңді қылыңдар. Мен оның тауығын басыма ұрам ба?" деп ашуланды Берік. "Жүріңіз, бұл сөздеріңізді штабқа барып айтасыз." Анасы ойбайлап қала берді. Дүниеде аяқ астынан әсіресе жоқ жерден істі болған жаман. Жарты сағаттан соң Берік ауылдағы милиция штабында тұтқында отырды. Көршінің ауласына дереу тексеру жүргізіп ет, шынында да Беріктің аяқ киімінің әрі-бері аунаған ізі сайрап жатты. Солайша көршісінің арызын негізді деп есептеді. Бұл жаманат хабар ауылға тез тарады. Ысқақтың баласы Берік тауық ұрлап ұсталыпты деген суыт тосын жаңалықты естімеген адам қалмады. Сол-ақ екен, ауылдағы жылқы жоғалтып, сиыр жоғалтып, қой ұрлатып бірнеше жылдан бері милицияға арыз тастап қойған адамдар ұры ұсталды, жоғалтқан заттарымызды таптырамыз деп штабқа ағыла бастады. Беріктің тірі жанға зияны жоқ, ешкімнің ала жібін аттамаған, көшеде жатқан біреудің сынық инесінде алмайтынын, пенде екенін бір-ақ сәтте естерінен шығарды. Оларға Беріктің абыройынан гөрі бір кезде жоғалған малдарын өндіріп алғаны олжа болды. Тіпті 3 жыл алдын соқыр тайын ұрлатқан Төребай да штабқа жетіп келіпті. "Әй, сен неғып жүрсің?" деді адамдар. "Жоғалған тайымды өндіртіп алмаймын ба? Мен де кезінде арыз тастағам" деп шайнаңдап сөйледі. "Денің сау ма? Сенің ол тайың жоғалғанда Берік әскерде еді ғой." Төребай тағы да шайнаңдады. "Қайда болса онда болсын, маған тайымды тауып берсе болды." Адамдарды түсініп болмайсың. Бәсе, осы бала біртүрлет. Әулие болып шыға келгендермен ақшасы көптеу ұрының ұсталғаны жөн еді. Мынау жоғалған малымызды төлей алса болды ғой дегендерін естіп, тіпті түңіліп кетуге де болатын еді. Пендешілік деген осындайда білінеді. Бұл хабарды әркім әртүрлі қабылдады. Біреулер жағасын ұстаса, енді біреулері бетін шымшып, енді біреулері аяушылық танытты. Бірақ көпшілігі сене қоймады. Беріктің ұсталуы біраз күнге дейін бейпіл ауыздарға әдемі ермек бола кетті. Сәл бірдеңені жоғалса болды, Берік ұрлап кеткен болар деп орынды-орынсыз қалжыңбастар пайда болды. Берікке шын жаны ашығандар жоқтың қасы еді. Берік пен анасының халі тіптен мүшкіл болатын. Ішкені рас. Көршісінің тауық қорасының есігінің алдына барып құлап,
тұра алмай тырбаңдағанды шындық. Еміс болса да жадында сақтаулы тұр. Бірақ бәлеқор көршісі үшін соның өзі де жетіп жатыр. Ал балағаттады, сабады дегені қып-қызыл өтірік ертегі. Бірақ арыз тастау үшін сондай өтірік дүниелерді араластыру керек болғанды шығар. Әйтпесе арызың өтпейді. Шала дегеннің өзі 100% өтіріктен тұрады емес пе? Мұның үстінен жазған арыздың ар жағында бұдан біраз дүниені өндіріп алайын деген жымысқы мақсаттың жатқынын бұл білмейді емес, біледі. Білсе де беріктің де оңай беріле қойғысы жоқ. Ұрламақ болған ойдан мүлдем адам екеніне сосын бір Құдай куә еді. Алайда бұл жерде ондай куәлік жүрмейді. Куәгерің жоқ жерде сөзің шығын. Ешкім тыңдамайды. Мұндай жағдайлар кінәлінің тағдырын заң емес, сот емес, куәгерлер шешеді. Себебі куәгерсіз арыз қойлардың да қаламы жүрмейді. Досқа күлкі, дұшпанға таба болғанын ойлап, өмірінен, жанынан безіп кетудің аз-ақ алдында жүрген жанның халі нешік? Бәріне кінәлі сол аңғалдығы. Аңғал адам күнде қызарады. Аңғалдығың үшінде жауапқа тартылуға тура келетінін берік бұрын соңды білмепті. Жаманға жолама, бәлесі жығады деуші ме еді? Сұрақтарға жауап бере отырып, көршісінің тауығы да бар екеніне мүлдем білмейтіндер қанша рет айтты, қайталады, ешкім сенбей-ақ қойды. Өйткені онысының өзінен басқа ешкім де растай алмайды. Ішкені ірің, жегені желім болған анасы жағы қаушиып, аз күнде азып тозып, жанары суалып шыға келді. Өмірінде сот, милиция дегенге еш ісі түсіп көрмеген кейуана, баласы штабқа жөнелтілгелі Сабырдың үйіне сан барды. Анасының алдына адамды жалындыруға жаны құмар, ол иілетін түрінде көрсетпеді. Мұның халін түсініп, жұмсарудың орнына дөрекі сөйлеп, айғайлап кетеді. Жоқ, мұндай алқаштарды түрмеде шіріту керек. Басқаларға да сабақ болсын. Айып етпеңіз. Ұлыңызға жөндеп тәрбие бере алмаған екенсіз. Бетімен кеткеннің қандай екенін өзі де жұртта білсін, деп мұның өзіне қарсы айбат шеккенде мұның кірмегені қара жер болған. Қанша өтініп жалынса да, көршісінің арызды қайтып алар сыңайы байқалмады. Араға елші етіп ағайындарды салды, ақсақалдарды салды. Тіпті совхоз директорының өзі келіп, кешірім бере салсайшы, біреудің жалғызын соттатқанда не ұтасың? Соттатқыш болсаң, ана шын тентектерді соттат. Беріктен ең бар. Ішіп жүріп абайсызда аулаңа кіріп кеткен шығар. Онда не тұр? Депті. Содан кейін ғана Сабыр көрші аздап жібіді. Директорды тыңдамаса, ана бухгалтерлік жұмысынан кетуі де ғажап емес еді. Кешірім берейін, көп нәрсе сұрамай-ақ қояйын. Бірақ ана бұзаулы сиырын бұзауымен қосып маған берсін. Сосын ғана арызымды қайтып аламын деп шорт кесіп, сәлемдеме айтып жіберді. Арыздың өзі де әу баста солай бірдеңе өндіру үшін жазылған ғой. Жалғыз ғана сиырды бере салу оңай болып па? Оған Беріктің анасы көнгісі келмеді. Қазығымыздағы жалғыз малдан несі бар? Құдайдан үміті бар адам солай жасай ма екен? Кіммен көрші болғанымды қалайша білмей келгенмін деп налыды. Бірақ бәрібір Сабыр көрші өз дегеніне жеткен. Сиырдан гөрі ұлының тағдыры қымбат болғандықтан, бәлеқор көршісінің айтқанын істеуге лажы жоқ еді. Көршісінің ұлы сиырды жетектеп ауласынан әкетіп бара жатқанда, көзі жасаураған ана, сол сиыр өлігіңе бұйырсын деген сөздің қалай аузынан шығып кеткенін де аңғармады. Артынша, Алла кешіре көр, өмірімде ешкімді қарғамап ем, кешіре көр деп тілін қайта калимаға келтірді. Қоңыр сиыр осылайша жат жұрттық болып, мұның қорасынан бөтен үйге қарай ұзай берді. Мал қайтадан бітер, дүние де бітер. Оның уайымы оншалық ауыр емес. Бірақ жырымдалған абырой,
тілімненген жүрек, көршілер мен адамдардан суыған көңілше, оның есесін кім қайтарады? Көршісінің құлқына бірдеңе құйылып, көмейі толған соң Берік босап шықты. Берік ұры екен деген атағы ауылға жайылды. Қай Берік десе, ұры Берік деп жауап беретін болды. Жайылып жүрген тауықты көрсе, Берік ұрлап кетпесін, тауық қораңды нықтап қой деп қағытатын болды. Арақ ішілген жерде алқаштар абайлап іш, Берік құсап тауық қораны баспен сүзіп құлап жүрмейік деп айқайлап күлетін болды. 2-3 жылға дейін жаңа туған сәбилерге Берік деп те ат қойылмады. Ырымшыл қазақ Берік деген аттан азар да безер боп ат тондарын алып қашты. Абыройың айрандай төгілсе сол жаман. Берік те абыройдан жұрдай болды. Енді ол абыройды қайтадан қасықтап жинаудың қияметін айтты. Айларды, жылдарды талап етеді. Жаманатқа ілінгенің, қатардан шыққаның. Қанша жерден кінәсіз, таза жүрсең де, көпшілік сені өздерінен бөліп, шетке ысырып тастаса, ешқашан жүзің жарық болмайды. Біреудің абыройы, ары, ұяты біреу үшін бір тиын. Осы оқиға біраз адамдардың бетін ашып кетті. Өзіне жақын санайтын біраз адамдар бұл ұсталғанда атам заманда үштігелі жоғалған малдарын дауалап барған соң, ешкімге де шын сене берудің қажеті жоқтығын, күле қарап сөйлейтіндердің бәрінің бірдей адамға дос еместігін ұқты. Бұл ішкен шарапқа темекі тұқылын қосып берген достары да қалың қалай, аман есен пәлекеттен құтылдың ба деп бір рет болса да жағдайын сұрап келген жоқ. Әйтпесе, кінәнің бір ұшы олардың қасақана жасаған тірлігінде жатқан жоқ бет. Енді ауыл алқаштары арақ ішсе, мұның Сабырдың үйінен 1 шақырым аулаққа қашатын болды. Берік сол күйі ішкілік дегенді татып алмайтын болды. Бірақ ұры деген аттан намысына түскен таңбадан құтылмады. Арға жағылған күйе кетпеді. Мына оқиғадан соң анасының жұртқа қарауға беті болмай, ешкіммен араласпай үйінен аттап шықпай қойды. Бұл ауылда өмір сүре берудің еш мәні қалмағанын түсінді де, бір түнде жүктерін жинап, жанына анасын отырғызып, үйінің қақпасына үй сатылады деген хабарламаны іле салып, ешкіммен қоштаспастан көшіп кетті. Өзін ұры атандырған ортадан, ауылдан, өзі туып өскен мекеннен осылай аулаққа қашты. Кейде осылайша туған ауылға деген қимастықты ұят жеңіп кетеді екен. Ұят шіркіннің өлімнен де күшті екенін дана қазақ әлімсақтан бері біледі. Сол кеткеннен ауылға мүлдем ат ізін салмады. Әйтеуір кетіп бара жатқанда анасы: «Шырағым, қайда барсақ та дені дұрыс адаммен көрші болайық» деп қайта-қайта ұлына айта берді. Көршісінің Беріктен бопсалап алған бұзаулы сиыры тез көбейді. Айналасы 7-8 жылдың ішінде одан тараған төлдер саны 10-ға жақындап қалды. Жетім жесірді жылатып алған мал сіңе қоймас. Ол малды қайбір ризашылықпен берді дейсің, десті адамдар. Қайдағы сиырлы бай атанған Сабырдың тасы өрге домалап-ақ тұрды. Жесірдің көз жасы да, зауалы да, обалы да айналып өткендей, дәулет үстіне дәулет құрала берді. Қанша дегенмен уақыт төреші екен. Кештеу болса да бір нәубет Беріктің көршісін іздеп тапты. Берік пен анасы ауылды тастап көшіп кеткеннен кейін 10 жылға жуық өткеннен соң Сабырды паралич соғып, тілсіз, қимылсыз жатып қалды. Облыс орталығына апарып ет, адам болмайды деп қайтарып жіберді. Жақын жуықтары көңілін сұрай бере, Ташкентке апарып емдеткен дұрыс. Ол жақтағылардың білмейтіндері жоқ деген соң, тоқырап жиналып қалған сиырларын табынмен апарып сатты да, ақшасын түгелдей Ташкент диагностиканың ем-домына жаратты. Онымен сауығудың орнына кері кете берді. 2 жылдай төсекте жатып, жан тапсырды. Ажалдың елшісі болып келген кесел екен. Алып жықты. Оның жаназасына қорасында сиыр атаулыдан жалғыз қалған тарғыл өгіз сойылды. Ол өгіз баяғы Беріктен өндіріп алған сүтті сиырдан қалған соңғы тұяқ мал еді.
өлерінің алдында көзіне баяғы бұзаулы қоңыр сиыр елестеді ме екен? Ойпырмай, баяғы бұзаулы сиырдан өрген малдың бірі де қалмады. Оның ақшасы ем де шипа да болмады. Ертелі кеш бір зауалдың болатыны рас екен-ау деп, ел жұрт жағасын ұстады. Сабырдың өлімі біраз адамдарға сабақ болды. Құрметті менің тыңдарманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.